Сәлеметсіздер ме, құрметті өнер сүйер қауым? Невзоровтар отбасы атындағы бейнелеу өнері музейінің кезекті шығарылымы рухани жаңғыру бағдарламасы аясында жергілікті қолөнер шебері Қуандықов Әсет Раулевичтің шығармашылығына және тұмарша жасау өнеріне арналады. Әлемде әрбір халықтың өз наным-сенімдерінде тұмар тағу және оның күшіне сену секілді өз дәстүрлі жоралғылары баршылық. Ежелгі танымдық көзқарастағы дүниенің өзі ақ пен қара, оң мен теріс секілді қарама-қарсы тылсым күштер толқындарынан тұратындығы айтылады. Осындай тылсым күштердің зиянды энергиясынан қорғану үшін адамзат баласы түрлі жоралғылармен барынша қорғануға тырысқандығы айғақ. Әсіресе ертедегі халықтар киелі санаған туған жердің топырақтары мен тастары, қасиетті деп тапқан үкі қауырсындары мен тырнақтары және қасқырдың азу тістері бойтұмар ретінде кеңінен пайдаланғандығын көреміз. Жалпы халықтық түсінікте рухани сенімдегі мұндай тұмаршалар сұқтанған көздер, түрлі қауіп-қатерден сақтанудың бірден бір қорғаныс құралы болғандығы шындық. Тұмар сөзінің өзі этимологиясы көне түркі тілінің тума және ер деген сөз тіркестерінен туындағаны, яғни туған жер деген мағынаны береді. Кейіннен ислам дінінің енуіне байланысты тұмар қаптамаларының ішіне туған жердің топырағын салу және түрлі жоралғы қорғаныс құралдарын тағыну секілді бұйымдар ығыстырылып, орнына Құран аяттары мен дұғалар жазылған қағаз салу үрдісі жалғасын тапқан. Мұндай дұғаларды әдетте молдаларға арнайы жаздырып, былғарымен қаптап бойтұмар ретінде тағынып жүретін болған. Бастапқыда 4 бұрыш немесе 3 бұрыш пішінде қарапайым тері орамдармен қапталған дұғалар, кейінгі дәуірлерде қолөнердің дамуына байланысты сүйек, күміс және өңделген былғары материалдарынан сәнді үлгідегі кеңінен қолданылған тұмаршалар пайда болады. Қазақ халқы материалдық мәдениетінде әшекей бұйымдарының арасында өзіндік сәндік стильдері қалыптасқан түрлі тұмарлар топтамаларын көруімізге болады. Мысалы, пішінді қалыптасуы мен жасалу материалдарына қарай жастық тұмар, қиық тұмар, ал бағалы металдармен құйылып, асыл тастармен көмкерле безендірілгеніне байланысты лағыл тұмар, тіллә тұмар, алтын тұмар деген атауларға ие. Сонымен қатар металл бетін сіркелеп өрнектеуіне байланысты сіркелі қолтық тұмар деген атауларды кездеседі. Асыл тасты күміспен жасалынған шағын әшекей тұмарлар көбінде тұмарша деп аталады. Қазақ қолөнерінде осындай тұмар түрлерін жасауда зергерлермен қатар тері ұқсату шеберлері де барынша сән салтанатымен өң беріп, дамытып келетіндігі жасырын емес. Осындай тұмаршалар жасау өнерімен қазіргі таңда өзіндік қолтаңбасы бар, көпшілігімізге есімі әйгілі қолөнер шеберлеріміздің бірі Қуандықов Әсет Раулевич. Ұлағатты ұстаз және сәнді қолданбалы қолөнер шебері Қуандықов Әсет Раулевич 1969 жылы Шығыс Қазақстан облысы Аягөз елді мекенінде дүниеге келген. Өнермен ұштасқан ұстаздық білім жолын Мұхтар Әуезов атындағы Семей педагогикалық колледжінде, кейінірек Қазақ инновациялық университетінде толықтырған. Осы күндері шебер есімі қазіргі таңда Шүлбі орта білім беру мектеп қабырғасында бейнелеу өнері және технология пәндерінен жетістігі жоғары ұлағатты ұстаздар қатарынан орын алғандығын байқаймыз. Ұстаздық салада 15 жылға жуық еңбек өтілімі бар Әсет Раулевич өз шығармашылық жолында тері, ағаш, металл материалдарын пайдалана отырып, түрлі сәнді бұйымдар мен кәдесыйлар жасау жолдарын жетік меңгерген талант иесі. Аудан мектептерінде ұзақ жылдар ұстаздық қызметте жүрген шебер қолөнер технологиясының тәжірибелі ұстазы ретінде мектеп оқушыларына өнердің қыр-сырымен барынша бөлісіп, жас өнершілер тобын қалыптастыруда. Сонымен қатар қолөнерге байланысты түрлі додалы сайыстарда өз шәкірттерімен топ жарып, биік шыңдарды бағындырып келетіндігін көреміз. Қуандықов Әсет Раулевич
2017-2021 жылдар аралығында ұстаз бен шәкірттердің бірлескен білім беру саласындағы айтулы жобаларда сәндік өнер туындыларын әзірлеу технологиясы мен қалалық, облыстық және республикалық деңгейдегі мол марапаттарға қол жеткізгендігін көруге болады. Әсіресе соңғы жылдардағы «Ұлы даланың ұлы абайы» атты республикалық жарқын болашақ, жарқын жұлдыз, жас өспірімдер байқауларының айтулы дипломдары мен сертификаттары иегері. Сонымен қатар, рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша Мәңгілік ел қоғамдық қорының ұйымдастыруымен өткен бірінші республикалық «Ұлы даланың жеті қыры» атты онлайн шығармашылық байқауына шәкірт тәрбиелеуші Қуандықов Әсет Раулевич осы күндері ұзақ жылдық ұстаздық қызметінде Білім ғылым порталының өрлеу жобасының үздік автор медалінің иегері. 2020 жылдары Дарын республикалық ғылым тәжірибелік конкурсының білім саласының үздік педагогі номинациясының жеңімпазы және республикалық дарындылықты дамыту орталығының ұлағат, дарын KZ төс белгілерінің иегері. Әсет Раулевич мектепте ұстаздық қызметінен бөлек Шығыс Қазақстан облысы аймағына есімі әйгілі қолөнер шебері ретінде өз туындыларымен қалалық, облыстық және республикалық деңгейдегі көрме конкурстарына белсенді қатысушы. Оның сәнді қолданбалы туындыларының біразы ұсақ терілерді өрнектеп ойып жабыстыру, табиғи ағаш бөлшектерін инкрустациялау және өңделген ағаштарды күйдіріп өрнектеу сияқты аралас техникаларда орындалған әшекей және кәдесыйлар топтамалары болып табылады. Шебер туындылары әшекейлерінің түрлері пішіндегі сырға білезіктер, алқа тұмаршалардың жаңа нобайларын кездестіреміз. Қазіргі таңда мұндай туындылар ұлттық брендтер арасында көш бастап тұрған, дәстүрлі әрі заманауи ретінде қыз-келіншектер сән үлгісіне айналғандай. Әсіресе автордың шеберлік сабақтары арасынан тері, ағаш бөлшектерінен тез әрі жеңіл орындалатын түрлі тұмаршалар мен алқалар және білезіктер әзірлеу техникалары көпшіліктің сұранысына ие. Өнер үйрету десе, қашанда алдыңғы шептен табылатын Әсет Раулевич әр кездері музей және өзгеде оқыту мекемелерінде арнайы сұранымдар бойынша өз өнерімен бөлісіп, шеберлік сабақтарын өткізіп келеді. Атап кетер болсақ, 2015-2022 жылдар аралығында Невзоровтар музейінде және Абай атындағы мемориалдық музейлерінде, сонымен қатар облыстық деңгейде өткен жоспарлы көрме алаңдарында татар өнер мектептерінің оқушыларымен де әртүрлі тұмаршалар жасау шеберлік сабақтары әрқашан жоғары деңгейде өткізіліп келеді. Шеберлік сабақтар арасында шебердің шеңбер пішінді өрімді алқаларын дәстүрлі әшекей бұйымдар ретінде қыз балалардың сүйіп жасайтын өнер туындысы деуге болады. Ал ағашты күйдіріп суреттеу және оларды өңдеп безеу технологияларында өз деңгейінде жетік меңгерген оқушылар да бар. Әсет Раулевич сәнді қолданбалы қолөнер шебер ретінде өз шығармашылығы мен өзіндік қолтаңбасы қалыптасқан қалалық, облыстық және халықаралық жоспарлы көрмелерге белсенді қатысушы. Яғни шығармашылық қорында біраз жетістіктерді бағындырған өнер иесі. Евразия дизайнерлер одағының мүшесі және 2017 жылдардан бастап дизайндық өнердегі үздік шығармашылық үшін медаль иегері. Сонымен қатар рухани жаңғыру бағдарламасы жобаларына өз деңгейінде жетілдіруші. Ал енді құрметті өнерсүйер қауым, келесі кезекте Невзоровтар отбасы атындағы бейнелеу өнері музейі бүгінгі кейіпкерімізбен бірге тұмарша жасау шеберлік сабағын назарларыңызға ұсынамыз. Шеберлік сабақтан үйренеріміз көп болсын, іске сәт.